Биология жалпы білім беретін мектептің 8-ші сыныбына арналған оқулық. Авторлары Соловьева, Ибраимова. Бірінші тақырып. Прокариот және эукариот жасушаларының құрылысы. Жасуша тіршіліктің негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі. Барлық ағзалар жасушалардан тұрады. Әрбір жасушаға тірі ағзалардың қасиеттері, көбею, өсу, зат алмасу, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік, қартаю тән. Тірі ағзалардың барлық жасушалары өзара химиялық құрамы мен құрылысы бойынша ұқсас. Бактерия жасушасында ядро жоқ, тек қабықшасы мен цитоплазмасы болады. Сондықтан оларды прокариоттар, яғни ядросы қалыптаспаған деп атайды. Өсімдік, саңырау құлақ және жануар жасушалары 3 бөліктен, қабықша, цитоплазма мен ядродан тұрады. Прокариоттар мен эукариоттар. Бір сақиналы дық молекуласы тікелей цитоплазмада болады, және эукариот жасушасындағы сияқты ядро 2 мембрана арқылы бөлінбейді. Ал қозғалу мүшесінің қызметін бір немесе бірнеше талшықтар атқаруы мүмкін. Прокариот жасушасы плазмалық мембранамен жабылған, оның сыртында жасуша қабырғасы, көбінесе шырышты қабықша, капсула болады. Қабықша бактерия жасушасын қорғайды. Прокариот жасушасында міндетті түрде ұсақ рибосомалар және ерекше мембрана қатпары болады. Сонымен онда хлорофилл немесе энергия алуға қатысатын басқа да маңызды заттар болуы мүмкін. Эукариоттар құрамында ядросы бар ағзалар. Ядро және басқа да құрылымдары жасуша цитоплазмасында болады, және олар органоидтер деп аталады. Барлық органоидтер белгілі бір қызмет атқарады. Ядро бүкіл химиялық үдерістерді, нәруыздар, ферменттер синтезі арқылы бақылап, жасуша тіршілігін басқарады. Олар көбінесе жасуша орталығында болады. Бірақ қартайған өсімдік жасушасында барлық дерлік жасуша кеңістігін орталық ірі вакуоль алып жатуы мүмкін. Сонда цитоплазма қалдығы бар ядро жасуша қабықшасына жақын орналасады. Ядро цитоплазмадан саңлауы бар 2 мембрана арқылы бөлінген органоид. Ядроның ішінде хромосомалар мен ядрошық жүзіп жүретін ядро шырыны кариоплазма болады. Хромосомаларда нәруыздардың құрылысы туралы тұқым қуалаушылық ақпарат сақталады. Эритроциттер мен тромбоциттер сияқты ядросы жойылған эукариот жасушалары көбею қабілетінен айырылады. Жасуша мембранасы мен жасуша қабырғасы қорғаныш қызметін атқарады. Барлық жасушалар сыртқы мембранамен жабылған. Бірақ саңырау құлақтар мен өсімдіктерде және көптеген бактерияларда мембранадан басқа сыртында жасуша қабырғасы да болады. Ол жасушаға беріктік қасиет береді және пішінін сақтайды. Саңырау құлақтардың жасуша қабырғасы хитиннен, өсімдікте целлюлозадан, ал бактерияларда мурейиннен тұрады. Жасуша органоидтері. Пластидтер тек өсімдік жасушасының органоидтері. Олардың 3 типі болады. Хлоропласттарда жасыл пигмент, хлорофилл болады. Ол фотосинтез үдерісін жүзеге асырады. Фотосинтез үдерісі хлоропласттың ішкі мембранасында, қатпарларда, граналарда жүреді. Лейкопласттар ақ немесе түссіз пластидтер. Олар крахмалда қоректік заттар қорын жинайды. Хромопласттарда қызыл, сары немесе қызыл-сары пигменттер болады. Олар қоректік немесе зиянды заттарды жинайды. Гүлдердің күлтелеріне ашық түс беріп, жәндіктерді еліктіреді. Пластидтер бір-біріне айналуы мүмкін. Митохондриялар жасушаның энергетикалық станциясы. Ол барлық эукариоттарда бар. Органикалық заттардан оттек әсерінен су мен көмір қышқыл газы түзіледі, ал бөлінген энергия атайф түрінде қорға жиналады. Үдеріс кристалларда ішкі мембрана өсінділерінде жүреді. Рибосомалар нәруыз биосинтезін жүзеге асырады, амин қышқылдарын нәруыздарға біріктіреді. Олар барлық тірі жасушаларда, тіпті прокариоттарда болады. Бөлшек жиынтығы заттардың жасушашілік тасымалын, майлар мен көмірсулардың модификациясы мен синтезін, лизосомалардың түзілуін жүзеге асырады. Ол ядроның қасында қуыстар мен цистерналар түрінде ретті орналасқан мембраналардан тұрады. Олардан үнемі мембрана көпіршіктері бөлініп отырады. Онда сыртқа бөлінетін немесе ұзақ уақыт сақталатын заттар болуы мүмкін.
Көпіршіктердің бір бөлігі лизосомаларға айналады. Лизосомалар ас қорыту вакуольдері ас қорыту ферменттеріне толы мембрана көпіршіктері. Олар зиянды немесе қоректік заттарды ыдыратады. Өзін-өзі қорытуды автолизді жүзеге асырады. Жануарлар мен саңырау құлақтарда болады. Эндоплазмалық тор цитоплазманың ішіндегі мембрана түтікшелері. Тегіс эндоплазмалық тордың рибосомасы жоқ. Ол майлар мен көмірсулардың синтезін жүзеге асырады. Ал бұдыр эндоплазмалық тордың рибосомалары бар. Ол күрделі нәруыздар биосинтезін жүзеге асырады. Барлық эндоплазмалық тор гольжи жиынтығымен бірге заттардың жасушашілік тасымалына қатысады. Нағыз вакуоль тек өсімдіктер мен саңырау құлақтарда болады. Бұл жасушашырына толы мембрана көпіршігі. Онда зиянды немесе қоректік заттар концентрлі ерітінді түрінде сақталады. Сонымен қатар вакуольдер өсімдік жасушасында жасушашілік қысымды сақтайды. Екінші тақырып. Өсімдіктер мен жануарлардың ұлпаларын жіктеу. Ұлпа құрылысы, шығу тегі және атқаратын қызметі бойынша ұқсас жасушалар тобы. Олардың әрбір типі белгілі бір тарихи кезеңде қалыптасты. Ұлпалар түзілгенге дейін тек төменгі сатыдағы өсімдіктер мен қарапайым жануарлар тіршілік етті. Жоғары сатыдағы өсімдік және жануар ағзалары әртүрлі ұлпа типтерінен құрылған. Ұлпалардың әрбір типі тип тармақшаларынан тұрады. Өсімдіктерде ұлпалардың 6 типі бар: түзуші, негізгі, жабын, механикалық немесе тірек, өткізгіш және бөліп шығарушы. Түзуші ұлпа бірінші болып пайда болады. Тұқым ұрығының жасушалары осы ұлпадан тұрады. Ол барлық ұлпалар мен мүшелерді түзеді. Түзуші ұлпаның жасушалары ұсақ, қабықшасы өте жұқа және бір-біріне тығыз орналасқан. Оларда хлоропласт болмайды және көптеген ұсақ вакуольдерге ие. Түріне қарай түзуші ұлпалар сабақтың, тамырдың негізгі және бүйірлік өстерінің ұштарында, жас жапырақтың негізінде және кездеседі. Жабын ұлпа өсімдік мүшелерінің сыртын қаптап жатады және оларды кеуіп кетуден, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан қорғайды. Бұл ұлпа өң, тоз, қыртыс деп бөлінеді. Өң жасушалары тірі, бір-бірімен тығыз жанасқан. Ол жапырақ гүлдің, көптеген өсімдік жемісінің, шөптесін өсімдіктің сабағы мен сүректі өсімдіктің жас өркенінің алғашқы жабында ұлпасы. Негізгі ұлпа ірі, негізінен домалақ пішінді, қабықшасы жұқа, жасуша аралық кеңістіктері кең жасушалардан тұрады. Атқаратын қызметіне байланысты негізгі ұлпалар фотосинтездеуші, қор жинаушы және т.п. деп бөлінеді. Фотосинтездеуші ұлпа бұл жапырақтың жасыл жұмсағы, жас өскін. Олар бағаналы және борпылдақ жасушалар деп бөлінеді. Қор жинаушы ұлпалар су жинаушы, ауа жинаушы және қор жинаушы қоректік заттарға бөлінеді. Өткізгіш ұлпа су және қоректік заттарды өсімдіктің бір мүшесінен екінші мүшесіне өткізеді. Механикалық немесе тірек ұлпасы өсімдікке беріктік қасиет береді. Оның жасушалары тірі немесе өлі болуы мүмкін. Олар әрқашан берік және қатты жасушалық қабырғаға ие. Ешқашан құрамында хлоропласт болмайды. Бөліп шығарушы ұлпалар алуан түрлі. Жасуша қабықшасы тірі және жұқа күйінде ұзақ сақталады. Оларда түрлі заттар түзіледі. Бөлінген иісті және тәтті заттар тозаңдандыратын жәндіктерді өзіне еліктіреді, ал эфир майлары малға жем болудан сақтайды. Жануарларда ұлпалардың 4 типі – эпителий, дәнекер, бұлшық ет, жүйке ұлпалары болады. Эпителий ұлпасының жасуша аралық заттары аз және бір-бірімен тығыз орналасқан. Олардың қалпына келу қабілеті жақсы жетілген. Бұл ұлпа атқаратын қызметіне байланысты төмендегі типтерге бөлінеді. Жабында эпителий терінің үстіңгі қабатын, көз, мұрын, ауыз, асқазан қуысы, тікшек және шырышты қабығын түзеді. Ол көп қабатты немесе бір қабатты болады. Оның негізгі қызметі қорғаныш және бүйрек пен ішекте заттарды сіңіру. Ағзадағы барлық бездер, тер, май, сілекей, бауыр безді эпителийден түзілген. Оның қызметі биосинтез және түрлі бөлінділерді бөліп шығару.
Кірпікшелі немесе тербелмелі эпителий кірпікше тәрізді өсінділерге ие. Тыныс жолдарында орналасқан. Олар шаң-тозаң бөлшектерін ұстап қалады. Дәнекер ұлпалары бір-біріне мүлдем ұқсамайтын бірнеше типтен тұрады. Бірақ олар жалпы шығу тегі бойынша және жасуша аралық заттарының көп болуымен бір топқа біріктірілген. Жасуша аралық заттар қасиетіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, қанда ол сұйық, сүйекте қатты, шеміршекте серпімді, созылмалы болады. Борпылдақ дәнекер ұлпасынан тері асты май жасұнығы түзілген. Тығыз дәнекер ұлпасы, байлам, сіңір, қан тамырлары қабырғасының негізін құрайды. Бұлшық ет ұлпасы ұзынша келген миоциттерден тұрады. Миоциттер өседі, бірақ олар жарақат алған кезде ғана көбеюге қабілетті. Бұлшық ет ұлпасына тән қасиет, жиырылғыштық. Бұлшық ет ұлпасы екі топқа бөлінеді: көлденең жолақты және бірыңғай салалы бұлшық еттер. Қаңқа мен жүректің бұлшық еттері көлденең жолақты бұлшық ет ұлпасынан тұрады. Көлденең жолақты қаңқа бұлшық еті сүйекке бекініп, ағзаны қозғалысқа келтіреді. Жүрек бұлшық етінің жасушалары бір-бірімен өзара бірігіп тұтасып кеткен. Бірыңғай салалы бұлшық ет ұлпалары асқазан, тікшек, қуық, ірі қан тамырлар және іші қуыс мүшелердің адам еркінен тыс жиырылуын қамтамасыз етеді. Оның жасушалары бір ядролы және қажымайды. Жүйке ұлпасы жүйке жасушаларынан түзілген. Одан ми, жұлын және ағзадағы бүкіл жүйелер тұрады. Жүйке ұлпасында жасушалардың екі түрі бар. Нейрондар жүйке ұлпасының негізгі жасушалары. Қосалқы жасушалары нейроглия немесе глия. Олардың саны едәуір басым. Глиальды жасушалар нейрондарды қоршап, қоректік, қорғанышты қызмет атқарады. Әрбір нейрон дене және өсінділерден тұрады. Қысқа тармақталған өсінділер, дендриттер жүйке импульсын жасуша денесіне өткізеді. Ұзын өсіндісі біреу, оны аксон деп атайды. Ол импульсті жасуша денесінен өткізеді. Дендриттер мен жасушаның денесі мидың сұр затын, ал аксон ағзатты түзеді. Жүйке ұлпасының жасушасы көбеймейді, бірақ өсуге және тармақталуға қабілетті. Үшінші тақырып. Жасушаның органикалық заттары, полимерлер мен мономерлер. Тірі ағза құрамында биорганикалық зат, су бәрінен көп болғанымен, олардың зат алмасу мен айналымын, өсу, көбею, тұқым қуалаушылықпен, өзгергіштікпен өзін-өзі рет қасиеттерін органикалық заттар қамтамасыз етеді. Органикалық заттар тіршіліктің химиялық негізі. Барлық тірі ағзалар органикалық заттардан тұрады. Құрамында органикалық заттар болмайтын бірде-бір тірі жасуша жоқ. Табиғатта тек тірі ағзалардың құрамында кездесетіндіктен олар органикалық заттар деп аталады. Егерде органикалық заттар топырақ құрамында немесе көмір, мұнай, батпақ не көл лай түрінде кездессе, онда олар тірі ағзалардың тіршілік әрекетінің нәтижесінде жинақталған. Негізгі органикалық заттарға көмірсулар, нәруыздар, майлар мен нуклеин қышқылдар жатады. Сонымен дәрумендер, гормондар және кейбір басқа заттар да органикалық заттар болып табылады. Бірақ бұлар жасушаның құрылыс заттары емес. Полимерлер мен мономерлер. Органикалық заттардың құрамы күрделі, яғни бірнеше элементтен тұрады. Барлық органикалық заттардың құрамына көміртек, сутек пен оттек кіреді. Нәруыздардың құрамында міндетті түрде азот болады. Сонымен қатар нуклеин қышқылдарының құрамында фосфор бар. Құрылысына қарай органикалық заттар едәуір қарапайым және едәуір күрделі заттарға бөлінуі мүмкін. Егер олар бір қарапайым молекуладан тұратын болса, қарапайым деп аталады. Бірақ органикалық заттар көбінесе химиялық байланыспен тізбекке қосылған қарапайым молекулалардың үлкен санынан тұруы мүмкін. Олар полимерлер. Полимерлер бұл мономер буындарынан тұратын молекулалардың ұзын тізбегі. Полимердің көрнекті мысалына моншақ немесе шынжыр жатады. Бұл жағдайда мономер бір моншақ немесе тізбектің бір буыны. Бірақ моншақта немесе шынжырда мономерлер механикалық түрде байланысқан,
бір жіпке өткізілген немесе өзара дәнекерленген. Ал полимерлер құрамындағы мономерлер әрқашан белгілі бір химиялық байланыспен байланысады. Полимерлердің қасиеттері. Полимерлердің маңызды қасиеттерінің бірі мономерлерге ыдырап қайтадан полимерлерге бірігуі. Адамның және жануардың ас қорыту жүйесінде ас қорыту ферменттерінің әсерінен полимерлер мономерлерге дейін ыдырайды. Сосын шекте мономерлер қанға сіңіп ағзаның барлық жасушасына тасымалданады. Әрбір жасушада түскен мономерден дәл осы ағзаға қажет полимерлер қайта синтезделуі мүмкін. Ретті және ретсіз полимерлер. Егер полимерлерде барлық мономерлер бірдей болса, немесе олардың реті қатаң қайталанатын болса, оларды ретті полимерлер деп атайды. Олар түсі бірдей моншақтардың қайталанып отыруына ұқсайды. Мысалы, қызыл, сары, жасыл, қызыл, сары, жасыл және барлық тізбек осындай болады. Ретті полимерлерге мысал ретінде крахмал мен целлюлоза сияқты ерімейтін көмірсуларды келтіруге болады. Ретсіз полимерлерге мономерлердің реті мен мөлшері әртүрлі болатын полимерлер жатады. Олар түрлі түсті, кез келген ретпен жиналған моншақтардан тұрады. Жасушадағы маңызды ретсіз полимерлерге нәруыздар мен нуклеин қышқылдары жатады.